Қазақстан халқы 2016 жылы тұңғыш рет алғыс айту күнін атап өтті. 2016 жылы 14 қаңтарда Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан халқы ассамблеясының құрылған күні 1 наурыз елімізде алғыс айту күні деп жариялап, номері 173 жарлыққа қол қойған болатын. Мен өз алғысымды анама өмір сыйлаған үшін, әкеме қорған болған үшін, далама гүлдері мен көк шалған үшін, сөзге жанды жылытатын үшін, күнге шуағы мен назары үшін, жұлдыздарға қараңғы түндердегі жарығы үшін, досқа өз құшағы мен адалдығы үшін, әжеге ыстық алақан үшін, суға тіршілік көзі болған үшін, жерге махаббаты мен бар болған үшін рахметімді айтамын. Сіздің жасаған барлық істеріңіз үшін алғыс айтқым келеді. Әр кеңес, тілек және қолдау үшін, түсіну, өмір және сенім үшін, қажетті кезінде менімен бірге болғаныңыз үшін рахмет. Сіздің көмегіңіз мен үшін баға жетпес және өте маңызды. Сізге шын жүректен алғыс айтамын және тек жақсылық тілеймін. Жылы сөздер мен тілектер үшін шын жүректен мың алғыс айтқым келеді. Менің мекен-жайыма келген барлық тілектеріңіз мың есе көбейе берсін. Сау бақытты болыңыздар және Құдай сіздердің армандарыңызды орындай берсін. Сіздердің еңбектеріңіз үшін алғыс айтамыз. Сіздердің қолдауларыңыз мен көмектеріңіз біз үшін баға жетпес байлық. Сіздерге шын жүректен алғыс білдіреміз және сіздерге үлкен бақыт пен жақсылық тілейміз. 26 мамандырылған лицейдің ұстаздары біздің барлық пәндер бойынша жеткен жетістіктеріңіз үшін және де мектептен тыс жаңа өмірге үйреттіңіздер. Сіздер әрбір шәкірттің өміріне белсенді қатысасыздар.